Жігіттік досына қарап дейді ғой. Бірінші жақсы қасиеті қандай? Ақкөңіл. Не істейді ақкөңіл болғанда? Қайғылы кезде де пациент жолда жүреді, ол кезде газелист. Газелист? Иә. Соған газель деп қоя ма саған? Жоқ, қашанда. Ақкөңілге қандай қатысы бар газелдің нағыз? Енді газель айтағаннан бері ақкөңіл бола ма? Пациент көмегін аямайтын бауырмандары. В общем, пайдаланасыз, в общем. Түсінікті болды. Түрің айтып тұр ғой, пайдаланатыныңды. Шаруаң жасып болады, бірден тасып алатын болып тұр ғой бола. Екінші. Долды, бітті өйдейді. Газелден кейін бітті өйдейді, мысалы, сыйластар. Екінші. Айттым ғой, тек газелмен пайдалан. Мұны көрдің ғой, күйіп алады. Мынау тек газелін сатшы бер, ертең араласып қалады сенімен. Екінші жақсы қасиеті. Айта берсе көп. Көп болса айтсайшы кім? Мен көп сұрап қойып, екеуін сұрап жатырмын. Екіншісі. Ақжарқын. Ақжарқын дейді не бар ма жігіттің? Не істейді ақжарқын болғанда? Газель етеді. Үшінші. Әсемге адал дейін ба? Әсемге адал дейін ба? Неге деймін? Газельден түспейді. Мен жақсы қасиеттерін айтып отырмын. Үшінші. Газель етеді демеші сен ертең. Үшінші. Жанашыр. Не істейді жанашыр болғанда? Барлық адамдарға көмектесу. Все болды. Ананың газелі бұзылып қалса біздің оңдап береді.